Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз әжемнің ертегілеріне саяхат жасайтын боламыз. Бүгін мен сіздерге 3 қыз туралы ертегі айтып беретін боламын. Ертеде бір кедей әйел өмір сүріпті. Оның өте ажарлы 3 қызы болыпты. Анасы қатарынан қалмасын деп, ол қыздары үшін тынбай еңбек етеді екен. Ай жүзді аруларға елдің көздері қатты түсіпті. Сөйтіп қыздары ұшқан ұясын тастап тұрмыс құрады екен. Әйел де қартайып, босағасында жалғыз қалады. Оның сыр айтатын досы Тиін еді. Анасы қартайып, қайратынан айырылып, науқастанып қалады. Сонда Тиін айтады: «Тиін, менің 3 қызыма да хабар жеткіз. Көзімнің тірісінде бақұлдасып қалайық» деп өзінің хабарын айтады. Сөйтіп Тиін өзінің үлкен қызына барады. Үлкен қызына барған кезде өзінің анасының қатты ауырып, сырқаттанып жатқандығын жеткізеді. Сонда үлкен қызы: «Қап, барар едім, бірақ мына 2 керсені тазалап жатқан едім. Қазір қолым бос емес» деп мұрнын тіреліп жатқандай кейіп танытады. «Сен 2 керсені тазалап жатырмын дейсің бе? Онда өмір бақи 2 керсенді тазалап өт» дейді. Сонда үстелдегі 2 керсен қыздың үстіне жабысады да қалады. Сол кездері қыз тасбақаға айналады. Сөйтіп ортаншы қызына барады. Ортаншы қызына анасынан қатты сырқаттанып, ауырып жатқандығын жеткізеді. Сол кездері: «Ойпырмой, барушы едім, бірақ та мен қазір жәрмеңкеге барамын. Қазір қолым бос емес, тоқыма тоқып жатырмын» деп өзінің қолы бос еместігін жеткізеді. Сол кездері Тиін ызаға қатты булығып: «Мата тоқып жатырмын деймісің? Ендеше өмір бақи мата тоқы» дейді. Сол кездері қыз өрмекшіге айналады. Сөйтіп сүт кенжесі кішкентай қызына барады. Ол кездері қызы қамыр илеп жатқан еді. Сол кездері анасының қатты сырқаттанып, ауырып жатқандығын жеткізеді. Кішкентай қызы ләм-мим демей анасына жетіп барады. Анасының соңғы күндерін кішкентай қызы қызықты әрі көңілді өткізеді. Сөйтіп Тиін кішкентай қызына қатты риза болып, оған жылы лебізін білдіреді. Қыз уақыты келіп өмірден озады. Сол кездері ол баларасы болады. Баларасы болғаннан кейін ол жаз бойы тыным таппай еңбек етеді. Ал қыс айлары келген кезде барлық жәндіктердің барлығы да жойылып кетеді. Тек қана ара ғана өзінің ұясына кіріп, жан рахатын сезінеді екен. Балалар, осы ертегіні оқи отырып, үлкен қызы мен ортаншы қызы анасына ауырып жатқан кезде ешқандай көмек бермейтіндігін көреміз. Ал сүт кенжесі анасы қатты ауырып жатқан кезде көмек қолын созады. Бұл ертегіні оқи отырып, аналарымыздың қадірін білейік, аналарымызды құрметтейік. Ал енді балалар, келесі кездескенше қош сау болыңыз.